Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz bugün Allah Teala səhvi salıb Қазақстан Müslümanlar Dini Басқармасының елімізге, қоғамымызға атқарған көп алуан қызметтерінің бірі жастар іші, көп қызметтердің бірі. Сол жағына Қазақстан Müslümanlar Dini Басқармасы бас өткен бастаған имамдар 4 жылдан бері арнайы бөлім ашылып, бір көп жақсы бір жемісті қызмет етіп келеді. Соның бірі жастар іші. Бүгінгі біз негізгі кездесуіміз, сұхбатымыздың негізгі тақырыбы қоғамдағы жастарға қандай тәрбие беру керек. Бұларды жақсылыққа қарай шақыруда, жаман әдеттерден сақтандыруда, ұлдарымыздың, қыздарымыздың жақсы болып иманды тәрбиелеп өсуіне қандай ықпал ете аламыз. Сол жөнінде бір алдарымызда сұхбат жүргізейін деп отырмыз. Алматы қаласы орталық мешітінің нұсқауымен, қаламыздың бас имамы Еркінбек қажының тапсырмасымен осындай сұхбатты жүргізуге иншалла ниеттеніп отырмыз. Бүгінгі біздің студияда осы сұхбатқа қатысушы Фарида қарындасымыз, біріншіден қажылыққа барған қажы, екіншіден осы көздеріңіз көріп отырсам, Қазақстанға танымал Еркенұр сән компаниясының директоры, және осы сән компаниясы болғанда қазақтың ұлттық киімдеріне мән берген, соны насихаттайтын бұл компания, соның директоры, екінші қызметі. Үшінші, Фарида қарындасымыз қажы Алматы қалалық мәслихатының депутаты бірнеше жылдан бері, және үлкен кәсіпкер, ана, перзент тәрбиелеп. Сондықтан қош келіпсіз. Алла разы болсын. Енді рұқсат болса сізге өзімнің бірінші сұрағымды бастасам. Жалпы ана ретінде, кәсіпкер ретінде қазіргі қоғамдағы жастарымыздың өміріне, бақытына қандай сипаттама береміз? Жалпы қазіргі біздің жастарымыз, бүгінгі күннің 21 ғасырдың жастарымыз өте білімді. Қазақ халқы, өзіңіз білесіз, дүниедегі интеллектуалды деңгейі өте жоғары ұлттың бірегей деп айтуға болады. Ол жағынан біздің жастарымыз өте жақсы. Әлемдік деңгейде үлкен жұмыстар істеп жүрген, мынау IT дейміз ғой, сол салада да еңбектеніп, жалпы әр салада экономика болсын, бизнес болсын, әр салада еңбектеніп жүрген жастарымыз көп-ақ, өте тамаша жағдайда. Енді мемлекет болғаннан кейін, халық болғаннан кейін, енді қоғам болғаннан кейін, тіпті бір үйдің баласы болса да әртүрлі жағдайлар болады. Сол себепті біздің жастарымыздың керемет үздік жастарымыз бар, жақсы жастарымыз бар. Сонымен бірге біздің жастарымыздың ішінде кішкене осы қоғамда өз орнын дұрыс біле алмай жүрген ұлдарымыз, қыздарымыз бар деп айтуға болады. Енді екінші менен сұрағым сізге имам ретінде біздің ұлы дініміз исламның тәрбиесін, Құран хадис тәрбиесін жастарға қандай бір ықпалы бар деп ойлайсыз? Пікіріңізді айтыңызшы. Қазақ халқы біз ислам дінін қабылдағанымызға 1000 жылдан асты. Біз туа мұсылманбыз. Біздің әрбір отбасы, қазақ отбасы, мұсылман отбасымыз. Біздің үйдегі біздің ұлттық тәрбиеміз, мысалы менің өзімнің әжем, өзім бала кезден көргенде, әжем өмір бойы намаз оқыған кісі. Соны көріп өсті. 13 құрсақ көтерген адам, енді сол кездегі жағдайға байланысты 10 баласын жерге тапсырып, 3 баласын аман-есен өсірген екен. Өте еңбекшіл менің әжем, өте ақылды, өте керемет. Менің бала кезімде әжемнен артық, әжемнен ақылды, әжемнен сұлу адам болған жоқ. Жалпы қазақ тәрбиесі солай. Біздің әрбір отбасымыз баланы өте жақсы көреміз. Енді әр отбасы жақсы көреді. Баламызды мүмкіндігінше имандылыққа тәрбиелеу керек. Өзім де 2 бала тәрбиелеп отырмын. Соларды кішкене күннен бастап
Kur'an сүрелерін үйреніп жаттауға өзім үйреттім. Яғни мен Фатиха сүресін, Ихлас сүресін деген секілді бала кезден бастап. Енді сондықтан әрбір отбасы меніңше болғанда кішкене кезден баланы имандылыққа тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Егер қазақта баланы жастан деген сөз бар. Иә, сол бала кезде жүрегіне имандылық орнаған бала есейе келе біреудің ала жібін аттамайтын болады. Иманнан артып, асып біреуге қиянат жасамайтын болады. Жалпы, сондықтан баланы жақсы көру керек деп ойлаймын. Баланы имандылыққа тәрбиелеу керек. Сонымен бірге баланы еңбекке тәрбиелеу керек. Білімге тәрбиелеу керек, еңбектенуге тәрбиелеу керек. Жалпы баланы жасынан көп нәрсені, ана болған адам көп нәрсені бере білу керек деп, ата-ана болған адам. Мысалы, ана 9 ай құрсағында баланы өсіреді, 2 жыл кеудесінде өсіреді, өмір бойы жүрегінде сақтайды деп айтады. Сондықтан баламызды осы қоғамға бірінші өзінің ата-анасына мейірімді, туыстарына, маңайына, содан кейін осы қоғамға мейірімді тәрбиелеу керек. Фарида қажы, қазір бізде балабақша бар, мектеп бар, бәріміз балабақшаға бала береміз, жадаларымыз жоқ. Сол қазіргі балабақшаның, мектептің, жалпы жоғарғы оқу орындарының қаншалықты көп уақыттар сөйлеуге болады ғой енді, ата-анамыз қаншалық ықпал бар, қаншалық ықпал тиіп жатыр, қалай қарайсыз бұған? Қазіргі балабақшаның, мектептің, оқу орындарының сол жастарымыздың қалыптасып қоғамға ілесіп кетуіне қандай рөл бар, қандай баға бересіз? Өте маңызды рөл бар. Өйткені адам 7 жасқа дейін алған тәрбиесі ары қарай өміріне серік болар екен. Өйткені бала кездегі нәрсе адамның көңілде есінде қалады. Есейгеннен кейінгі көп нәрсе есте қалмау керек. Қалмайтын шығар. Бірақ бала кезіндегі әрбір маңызды нәрсе адамның ойында есінде қалады. Әсіресе мынау балабақшадағы кез адамның ең бір тәрбиеге мұқтаж, көмекке мұқтаж сондай кез. Сондықтан балабақшаның тәрбиешілері баланы тәрбиелеуде жалпы біздің білім саласы осы жаққа өте мән беру керек. Баланы имандылыққа тәрбиелеу, білімге тәрбиелеу, баланы еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, сол жағына өте мән беру керек. Ал енді біздің балабақшаларда бәрі жақсы, бірақ балаларға еңбекке тәрбиелеу мәселесі қолданылмай отыр әлі. Яғни баланы, мысалы, түске ұйықтай ма, бала өзінің төсегін өзі салу керек. Орнынан тұра ма, өзінің төсегін өзі жинау керек. Ал енді балалар әбекке отыра ма, ең болмағанда өзінің кружкасын өзі қойып, өзінің суын өзі, чайын өзі қойып, тамағын өзі жасауға үйрену керек, өзі салуға үйрену керек. Жалпы өз қолымен еңбектенуге бала кезден бастап тәрбиелеу керек. Сол жағына келгенде тәрбиешілер столға отырғызып қояды да балаларға тамағын әрбір балаға салып береді. Меніңше болғанда олай емес, балалардың өзінен сол әрбір балаға салдыру керек. Жалпы еңбекке, айтайын дегенім, балалар өзінің қол жұмсап еңбекке тәрбиелеу керек. Енді егемендігіміздің алғашқы жылдарында тапсыратын жоқ, мынау мектептерге, жоғарғы оқу орындарында ресми имамдар, официант құрамында бар бір кездесулер, сұхбаттар болып тұрушы еді. Кейінгі кездері осы кішкене тоқтатылды. Ресми имамдар. Енді имамдар бар оқу орындарына жақсы бізде сауатты білімді имамдар өте көп. Тәжірибелі, мектептерге барып, мешіттерге барып, мектепке барып, мектептерге жоғарғанда барып, студенттермен, оқушылармен айына 1-2 рет болса да оқу бөлімінің келісімімен кездесу сұхбаттар өтіп тұрса, бұл солардың көп пайда тиеледі. Жатағынан оқуға және оның жаманшылығын сақтауына кең кезде болса да тоқтатылып тұр. Оған қалай қарайсыз? Осы мәселені мен өзімнің әкем жөнінен алайын. Біздің әкеміздің кезінде, мысалы, бастауышта діни
білім оқытылады екен. Сонда ол әліпбиді үйреніп шығады. Құранды оқуды үйреніп шығады. Кейін ол кісілер ары қарай өмірде үлкен оқуларды оқыды, үлкен жұмыстар істеді. Сонда жүрегінде баланың қабық қойды. Жаңағы Құранды үйреніп, Құранды оқып, ары қарай өмір бойы өзінің бір бағыт бағдарын бала кезден анықтап алған. Яғни бүгінгі өмірге әрине бейімделу керек, бірақ жүрегінде соны білу керек. Сонда мен ойлаймын, осы жаңағы Құраннан сабақ берілсе ме деп ойлаймын. Бұрын болған жағдай, имандылық сабақтары. Яғни, мысалы, Құран оқуды үйрету деген секілді. Тіпті болмағанда бір 4-ші классқа дейінгі балаларға сауат ашу, енді алай тереңдеп оқуға шамасы келмесе де, балаларды сауат ашуға үйреткен меніңше болғанда дұрыс болады. Сосын кейін біздің мемлекетімізде Аллаға шүкір мұфтият бар, бас мұфтиіміз бар, үлкен бір мекеме. Яғни дәрігерлер адамның денсаулығын емдесе, ұстаздар адам жанын емдесе, біздің имамдар рухын емдеу керек халықтың. Сонда ол бәрі дұрыс болады. Меніңше болғанда әрине осындай тәрбиелік білімдер беріп тұрған өте қажет деп ойлаймын. Енді өзіңізге жеке сұрақ, мынау сіз осы дәрежеге ойын келген жоқсыз ғой, көбіне. Қазір халқымызға, қаламызға танымал, республикамызға десеңіз кәсіпкерсіз, депутатсыз, қажетті барып келдіңіз. Осы мынандай міне Еркен Нұр компаниясын ашып, қанша адамдарға жұмыс тауып беріп отырсыз, тәрбиелеп отырсыз, және де жеті ұлттық киімдерімізді насихаттап отырсыз. Бала кезіңізден бастап осы дәрежеге бір қалай жеткеніңіз жөнінде, қысқаша бір еңбекқорлық жөнінде бір иманды жөнінде бір өзіңіздің жеке бір теңізге тоқталып өтсеңіз. Бұл ойлықпен келген жоқсыз ғой. Әрине. Екінің бірі жете бермейді. Әрине. Әсіресе әйел адамсыз мысалы. Иә. Енді қазіргі кезде бізді қандас деп жатыр ғой. Жалпы 91 жылы біздің ел тәуелсіздік алғаннан кейін елбасымыз дүние жүзіне тарыдай шашылған қазақтар елге жиналыңыздар деп шақырды, үндеу тастады. Содан жолдасымыз екеуміз 93 жылы жас, енді сол кезде жастар ретінде осында бәрін тастадық та, осы егемен елімізге келейік, осы жерге жастығымызды, өмірімізді арнайық деп, сол кезде мен 27 жаста болатын, жолдасым 30-дан жаңа ғана асқан жас жігіт болатын. Сонымен келдік, келгеннен кейін екі қолға бір күрек деген секілді, осы қолыма алған жұмысым тігін жұмысы болды. 97 жылы Нұрсұлтан деген балам өмірге келгеннен кейін, сол баланы кішкене өсіргеннен кейін 97 жылы кәсіпкерлікті бастадым. Яғни қазақтың ұлттық киімін тігетін, жобалайтын, насихаттайтын Еркен Нұр деген сән үйді 97 жылы бастап аштым. Бүгінгі күнге дейін біздің сән үйде бір неше мың адам жұмыс істеп кетті. Яғни біздің сән үйде көбінде қыз-келіншектер жұмыс істейтін болғандықтан жастарымыз декретке барады, жалпы басқа қалаға жөтеліп кетеді деген қыз балалар. Иә, сол себепті бізде адамдар көп ауысты. Бір 2000-дай адам жұмыс істеді бүгінгі 20 жылға таяу уақытта. Әрине енді жұмыс болғаннан кейін оның қиындығы да бар, жақсылығы да бар. Біз сән үйі ретінде Еркен Нұр сән театрын құрдық. 2004 жылы. Сол сән театры бүкіл дүние жүзіне қазақтың ұлттық киімдерін насихаттадық. Анау Америкаға бардық, Францияға бардық, Германияға бардық, Түркияға бардық, Финляндияға бардық. Сондай дүние жүзін біраз араладық. Осы сән үйін ұлттық киімді насихаттадық. Өзіміз сән кештерін жасадық, Республика сарайында жасадық, Қазақстан қонақ үйінде жасадық. Осы біздің жасаған өнімдерді халық білсін деп.
Діни басқарманың 2011 жылы өткізген әсем киім әйел көркі деген фестивалына қатынасып, бас жүлдені иеледік дегендей, жалпы осы өзіміз жасаған киімді насихаттау ретінде сән театрын құрдық. Сән театрында жұмыс істеген біздің қазіргі жастарымыз қазір өнерде де, өмірде де үлкен орындар алып, жақсы жұмыстар істеп, кино актерлары болып, жақсы жұмыстар істеп жатқан жастарымыз бар. Ал өндірісте біздің Еркенұр сән үйінде жұмыс істеген кісілер өмір бойы жұмыссыз қалмайды. Бәрі жұмыс істейді. Тауып кетеді. Өмір бойы жұмыссыз қалмайды. Біздің компанияда жұмыс істеген кісілер. Алла разы болсын. Бір сұрақ енді жасатын жоқ, жиі айтып қаламыз қоғамда жастарымыздың батысқа еліктеуі, болмаса өзіміздің дінімізге, ислам дініне, қазақтың дәстүріне кішкене қайшы келетін, сәйкес келмейтін нәрселерге киім кию жағынан, жүріс-тұрысына, ән тыңдау, басқа өмірінде бір еліктеушілік, бұрын болушылық бар деп кішкене бір елеңдейміз, дағдыланымыз. Өзіңіз осы жағынан не айтасыз? Адам өмірінде жастық шақ деген бір кезең ғой. Жастық албырттық бар. Сондай кезде көбінде басқаларға еліктеушілік болады. Әрине бүгінгі күнде біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Жастарымызды ешкімге қарама, көрме, көзіңді жұм деп айта алмаймыз. Бүгінгі күннің сән үлгісін жақсы жағынан қабылдау керек. Яғни, менің осы 20-30 жылға таяу осы сән үйін басқарып келгендегі өзімнің тәжірибем және әлемдік тәжірибе. Адам өзін сыйласа, өте тамаша киінеді. Яғни, қазақша айтқанда ашық, шашық әйел адамдар киінбейді. Неге десеңіз, өйткені сіз басқаларды сыйламайсыз, өзіңізді сыйламайсыз. Бірінші адам өзін сыйлау керек, өзін сыйлаған адам ешқашан төсін жалтыратып, санын жалтыратып кимеген біздің қазақтар. Бұдан кейін де солай болады. Сондықтан біздің жастарымызға алтын сырға неғұрлым әдемі, қазақы, біздің қазақ дүниедегі ең әдемі, киімі ең тамаша ол. Сол өзіміздің ұлттық нышанымызды, ұлттық киімімізді, жалпы сол ұлттық киім бағытында болмаса да, әлемдік бағыт болса да, тым ашық-жашық жүрген қолайсыз деп ойлаймын. Өзіне жақсы емес, жалпы. Бұна енді музыка деген бар ғой, соңғы Құран тыңдаса, Абай атамыздың өлеңін тыңдаса, әрине, мағынасы бар. Абырлаған пайдасы жоқ, ешқандай рухани аздыратын шетелдің әндерінен көрі деп білесіз бе? Өйткені адамның өмірі өте шекті, жастық шақта мәңгілік емес. Сондықтан жас кезде, күшіңіздің бар кезде көбірек білім жинап, көбірек еңбек етіп, жай бос уақытты жаңағы арзан музыкамен, тақыр-тұқыр нәрселермен өткізбей, өзіңе өмірлігіне керекті ілім үйреніп, білім үйреніп, еңбек етіп, өнер үйреніп, кәсіп үйреніп, кәсіпті жасауды үйреніп, жалпы уақытты босқа өткізу өте өкінішті. Ол келмейтін уақыт. Арабтарда мақал бар екен, арабшасы болды. Уақыт кәсіп, әйілінен тоқталып, сақталып деген қаймыз. Уақыт көліш сияқты. Кессең, кестің, кеспесең, сенің кесіп жасың деген. Адамның өмірін деген жастық шақ ең маңызды уақыт ол. Соған кішкене қатты мән берсе, ата-аналар жастық демейсіз. Енді Фарида қажы, өзіңіз қажысыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен, жалпы имамдармен, өзіңіз бір кәсіпкер, депутат ретінде ара қатынасыңыз, байланысыңыз қандай, бір шет жағасын айтып қалдыңыз ғой, көзқарасыңыз қандай? 2011 жылы Ержан Маргажұлы бас мүфти болып сайланды. Әсем киім әйел көркі деген фестивалға қатынасқанбыз. Сонда байқағаным, біздің мүфтиятта киген киімдердің бәрі бірыңғай. Жалпы бүгінгі сәнге өйткені біздің имамдар өте өйткені халықтың алдында шығады, насихаттайды, уағыз жасайды. Сондықтан имам өте әдемі болу керек. Соны ойнап, мен киім жағынан
кийим жагы таза, мәдениетті, өзі керемет мәдениет болып тұру керек. Сол ойымды Ержан Малғажыұлына айттым. Содан ол кісінің бас мүфтидің киімін жобалап бердік. Наиб мүфтидікін, имамдардың киімін, жалпы бүгінгі күнде киіп келе жатқан киім сол 11 жылдан бері қарай қалыптасқан жалпы киімдер әдемі бүгін келсе, ары қарай дамып келе жатыр. Байланысыңыз жақсы. Біраз имамдар сіз тани, білемін. Иә. Еркелерден өткен. Иә, біраз имамдармен жұмыс істедік. Ал жалпы енді мынау енді тәрбие жас кезден, сәбилік кезден қалыптасады дейді ғой енді. Соған жалпы қайдай сатқын тұрады дейсіз? Бірінші жақсы ат қою. Балаға атты жақсы қою керек. Өйткені адамның маңызы. Өйткені өмірде мән береді. Өмір бойы сол атпен өмірге келіп, сол атпен өмірден өтеді. Сондықтан сол ат өте маңызы, оны жай ғана емес, ойланып, жақсап қоюға дағдылану керек. Енді өзіңіз кәсіпкер, ана ретінде ел зат болсаңыз да қоғамға көп пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисі бар ғой, хайруkum анфa'uhum лин-нас. Адамдардың ең жақсысы қоғамға отбасына пайда тигізгендер. Енді әсіресе қыздарымызға қазақта қызға 40 үйден теу деген сөз бар. Әрине ол қыздарды бір қыспақта ұстау емес, оның нәзіктігі, оның қоғамдағы жауапкершілігі, жаңа өзіңіз айттыңыз, әйел адам бір қолымен бесік тербеледі, бір көзімен әлемді тербеледі. Қыз болса ертең ана болады, әже болады. Осы қыздарымызға қазіргі өзіңіздің бір жүрек жарды бір кішкене насихатыңыз бар, бір тілегіңіз бар ма? Әрине, енді біздің осы Еркенұрдың жанынан тіл колледжіміз бар, халықаралық тіл колледжіміз. Осы колледж 2007 жылдан бері қарай жұмыс істеп келе жатыр. Колледжімізде былтырғы жылы 3000 студент бітірген екен. Сол студенттердің енді қазір 50% қыздар ғой. Жалпы қыздар да, ұлдар да бізден бітіріп келе жатыр. Сондықтан біздің бала тәрбиесі, біздің менің өмірімде де, біздің жұмысымда да өте маңызды. Жалпы ана болған адам өзінің баласын бірінші жақсы көру деп айттым жаңа. Екіншіден, баланы тым қатты еркелетпеу керек. Баланы жасынан еңбекке тәрбиелеу керек. Балаға жақсы ат қою керек. Баланы имандылыққа тәрбиелеу керек. Жалпы қазақ оны бұрын айтып қойған ғой. 5 жасқа дейін балаңды патшадай сыйла, 15 жасқа дейін қолдай еңбек еткіз, 15-тен кейін өзің қатарыңдай сыйла деген. Жалпы осы философиядан айнымасақ, біз балаларымызды әрі қарай жақсы тәрбиелейміз. Енді Алла разы болсын, құрметті көрермендер, құрметті жамағат, бүгінгі сіздермен алдарыңызда сұхбатта болған тағы қайталап өтейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атқарып жатқан сан алуан шаруаларының бірі жастар тәрбиелеу. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында жастар бөлімі арнайы ашылып 4 жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Әрбір облыстық, қалалық мешіттерде, аудандық мешіттерде жастар бөлімі жұмыс істеп жатыр. Бұл деген сөз біздің келешегіміз жастарға біз жақсы бақыт беруіміз керек. Соның аясында бүгін мына ұрпақ тәрбиесі, жастар тәрбиесі жөнінде осы діни басқармамыздың нұсқауы бойынша Алматы орталық мешітінің бас имамының тапсырмасы бойынша бүгін бір жақсы сұхбат өткізіп отырмыз. Енді көбіне біз ер азаматтармен өткіземіз. Бұл жерде әйел кісімен өткізіп жатқанымыз қоғамда қыздарымыздың орны бөлек. Келешек ана, бәріміз анадан тудық. Енді Фарида қажы, өзі қажылыққа барған кісі, және осында Еркенұр компаниясын, сән орталығының осы компаниясын ашып 20 жылдан бері талмай еңбек етіп келе жатыр. Және бұл компанияда жай сән компаниясы емес, біздің ұлттық киімдерімізге қатты көңіл беретін, калория беретін компания. Жаңа айтып жатыр, бас мүфтиімізден діни қызметкерлердің де киім үлгілерінде бұл кісілердің негізін қалаған дейді. Және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының киім, қыздарымыздың киімі жөнінде өткен жарыста бірінші орын алып отырған бірisi Фарида қажы. Және Алматы қаласы мәслихатының депутаты, қоғамдық қызметкер араласып отыр. Сондықтан Алла разы болсын дейміз. Бәрімізге
Алла тағала осы сұхбатымыздан пайда алып, әсіресе жастық өмірімізді жақсылықпен өткізуге нәсіп етсін. Бәрімізге, елімізге тыныштық берсін. Сіз өзіңіз осы сұхбаттың аяғында бір қорытынды бір ауыз пікірлеріңіз бар ма? Әке көрген оқ жанады, шеше көрген тоң пішеді дейді біздің қазақ. Осындай әке тәрбиесін көрген, шешенің тәрбиесін көрген, ана тәрбиесін көрген ұрпақтарымыз ата-анасына мейірімді болып, қоғамға пайдалы адам болып, біздің қазақ елінің даңқын әлемге жеткізетін ұрпақтар болып, қазақ еліміздің тұғыры биік болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Алла тағала Фарида қажы, өзіңізге, отбасыңызға амандық тілеймін. Рахмет. Денсаулық тілеймін сізге. Мынау халқымызға, дінімізге пайдалы атқарып отқан кәсібіңізге, ісіңізге Алла береке беріп, күннен күнге істеріңіз алға баса берсін. Әмин. Алла тағала өз істеріңізге жар болсын. Рахмет.